Саламатсыздар ма? Бүгінгі сабақтың тақырыбы бір фазалы және үш фазалы тізбектердің схемалары және олардың жұмыс істеу қағидаты. Электр тізбегінің жүктелуі. Бірінші, токтың түріне байланысты тұрақты ток тізбегі, айнымалы ток тізбегі деп бөлінеді. Тізбектің элементтерінің вольт-амперлік сипаттамасына байланысты сызықты элемент тізбегі және де сызықты емес электр тізбегі болып бөлінеді. Электр энергиясын тасу кезінде және оны техникада қолдану тиімділігін сақтау мақсатында қоректендіру көздері тәуелсіз бір қатар тізбектерді бір жүйеге біріктіреді. Үш фазалы және алты фазалы тізбектер кеңінен қолданылады. Үш фазалы жүйені 19 ғасырдың аяғында алғаш жасаған және енгізген Далево-Добровольский. Үш фазалы жүйедегі энергия көзі генератордың үш орамасы болып табылады. Үш фазалы электр тізбегі бұл амплитудасы мен жиілігі бірдей синусоидалы электр қуат күші бар үш электр тізбегінің жиынтығы. Электр қуат күші фаза бойынша периодтың 1/3-іне ығысқан. Фаза деп бір жүйеге біріктірілген қоректендіру көздері тәуелсіз болатын тәуелсіз электр тізбектерін айтады. Негізгі анықтамалар: үш фазалы жүйе жабдықтарын генератор, трансформатор, электр жүйелері және асинхронды электр қозғалтқыштарды 1891 жылы Германияда көрмеде орыс ғалымы Далево-Добровольский бірінші болып енгізген. Үш фазалы симметриялы жүйелерді кең қолданылуы мынадай артықшылықтарына байланысты: үш фазалы айнымалы ток айнымалы магнит өрісін қоздырады. Үш фазалы жүйе арқылы электр энергиясын алыс қашықтықтарға жеткізу, қабылдағыштарға бөлу экономика жағынан аса үнемді болып табылады. Қосымша аспапсыз кернеудің түрлі екі санын алуға болады. Жұмыс істеу қағидаттары. Үш фазалы симметриялы электр қуат күштер жүйесі деп бірдей жиілікті және бірдей амплитудалы, ал фаза бойынша 120 градус ығысқан үш синусоидалы электр қуат күштерінің жиынтығын айтады. Үш фазалы симметриялы электр қуат күштері жүйесін алу үшін үш фазалы синхронды генератор қолданылады. Оның статорында бір-біріне 120 градусқа ығысқан және өзара оқшауланған үш фазалық орама орналасқан. Ротор айналғанда осы орамаларда амплитудалары бірдей, жиіліктері бірдей, бірақ фаза бойынша 120 градусқа ығысқан үш электр қуат күштер пайда болады. Олардың біреуіне ЕА, одан фаза бойынша 120 градус кеш қалған, екіншісін ЕВ, ал біріншіден фаза бойынша 120 градус озған электр қуат күштерде ЕС деп белгілейміз. Генератордың орамаларын оның фазалары деп атайды да АБЦ латын әріптері арқылы белгілейді. Үш фазалы қабылдағышты жұлдызша схемасы бойынша жалғау. Жұлдызша сұлба бойынша жалғағанда ораманың аяққы ұштары X, Y, Z бір нүктеге түйінге қосылады және ол нүктені үш фазалы қоректендіргіштің нөлдік нүктесі немесе бейтарап нүктесі деп атаймыз. Сол сияқты жүктеменің де фазаларының бір ұштары бір нүктеге түйінге қосылады және ол нүктені жүктеменің нөлдік нүктесі немесе бейтарап нүктесі деп атаймыз. Генератордың орамаларының басқа ұштарын жүктемемен қосатын сымдарды желілік сымдар деп атайды. Ал олар арқылы жүретін токтар, желілер токтар IA, IB, IC деп аталады. Бұл токтар генератордан жүктемеге қарай бағытталған желілік сымдар арасындағы кернеулер желілік кернеулер деп аталады. Ал желілік сымдар және бейтарап сымдар арасындағы кернеулер фазалық кернеулер деп аталады. Қабылдағыштың фазаларының үшбұрыш схемасы бойынша жалғау. Қоректендіргіштің фазаларын үшбұрыш схемасы бойынша қосу үшін бір фазаның аяққы ұшын екінші фазаның басқа ұшымен, екінші фазаның аяққы ұшын үшінші фазаның басқа ұшымен, ал үшінші фазаның аяққы ұшын бірінші фазаның басқа ұшымен қосады. Фазалы кедергілердің шамалары кіші болғандықтан практика жүзінде генератордың орамаларын үшбұрыштап қоспайды. Себебі ең аз бисимметрия нәтижесінде де контурда үлкен тоқтар пайда болуы мүмкін. Сондықтан практика жүзінде генератор орамалары жұлдызша схемасы бойынша жалғанады. Ал үш фазалы қабылдағыш үшбұрыштап қосылады. Қайталау сұрақтары: сұлбамен жұмыс. Суретте электрлік тізбек графикалық түрде элементтердің шартты белгілерімен қосылу түрі көрсетілген. Сұлбадағы құралдардың аттарын және қалай жалғанғанын анықтаңыз.
тізбектің электр сұлбасы, үй тапсырмасы, бақылау сұрақтары. Бір фазалы айнымалы токтың электр тізбегі жұмысын түсіндіріңіз. 3 фазалық электр тізбектері жұмысын түсіндіріңіз. 3 фазалы тізбекті жұлдызша және үшбұрыштап жалғау сұлбаларын түсіндіріңіз. Бірінші сұлбада қандай құралдар жалғанған?